Домбыраның пайда болуы, шығу тарихы туралы қазақ халқында көптеген аңыздар бар. Соның біреуіне тоқталып өтсек. Кетбұға бидің Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының қазасын естірткені туралы аңыздар түріктің кіндігінен тараған күллі ұлттар мен ұлыстардың фольклорында сақталғаны белгілі. Бұл аңыздың шығу тарихы қазақтың төл аспабы домбырамен байланысты. Ертеде ел билеген қатал Шыңғыс хан өмір сүріпті. Оның бала дегенде жалғыз Жошы деген ұлы болыпты. Бір күні баласы аңға шығар алдында әкесі жаман түс көріп, баласын тоқтатқысы келеді. Баласы әке сөзіне мән бермей, нөкерлерін ертіп, ұзақ жолға шығады. Ол өзін қаумалаған нөкер серіктерінен тым ұзап кеткенін сезбей де қалады. Жазық далада шауып келе жатқанда бір топ құланның жайылып жүргенін көреді. Жошы жүйткіген құландарды өткір жебемен дәл көздеп құлата береді. Сол атқан оқтың бірі бір құланның аяғына тиеді. Аяғынан жараланған құлан хан баласына қарсы шығып, тұяқтарын сермеп тап береді. Ақсақ құлан шабуылының жойқында тегеурінді болғаны сондай, Жошы атынан ұшып түсіп, сол бойда мойын үзіліп, жан тәсілім етеді. Қуғыннан құтылған құлан үйірі қырасып, еркін құйғыта жөнеледі. Нөкер серіктерінің ұлы ханға Жошының өлімін естіртуге жүректері дауаламайды. Көне ғұрып бойынша жаман хабар әкелген адамды өлімге бұйыратын. Сол кезде даланың ұлы жыршысы Абыз қарт Кетбұға қайыңнан домбыра шауып, ішек тағып, ұлы ханның сарайына келе, алтын тақтың алдына тізерлей құлайды. Өзіне Абыз қарттың жақсылықпен келмегенін сезген әмірші түнерген жүзбен, «Уа, ұлы жырау, не датың бар?» деп сұрайды. Бірақ Кетбұға ләм-мим деп тіл қатпастан, домбырасымен бір қайғылы әуенді тарта жөнеледі. Бұл күйдің сиқырлы дыбыстарынан ұлы ханның көз алдына жас ханзада Жошының аңға шыққаны, оған көктемгі көк майсада жайылып жүрген құлан үйірінің кездескені, һәм ханзаданың аң аулап еліккені елестеп, тізіліп өткендей болады. Қарт жыршы зарлы күйін аяқтайды. Бірақ ұлы басқалар да күй тілінен болған оқиғаның бәрін түсінеді. Домбыра шапқан аттардың дүбірінде, әлжуаз жас құлындарды аяған құландардың беймаза үрейінде, өз үйірін қорғаған ақсақ құланның ақылы мен қайратын да жеткізіп айтты. Әсіресе ақсақ құланның ханзадаға қарсы шапқан тұсын зарлата қайырды. Хан үн-түнсіз ұзақ отырды. Ақыры ұлы хан тіл қатты. «Сен маған ұлымның қазасы жайында қаралы хабар әкелдің. Домбыраңның күйін тыңдап бәрін ұқтым. Мұндай хабар үшін өлім жазасына лайықтысың. Бірақ өзің бір ауыз тіл қатпағандықтан жазаны домбыраң тартсын. Оның сағағына қорғасын құйыңдар». Осылайша ұлы жырау дана Кетбұғаның арқасында Монғолдардың қаһарлы әміршісіне жас ханзаданың өлімі естіртіліпті. Бірақ сұмдық ғұрыпқа қарамастан ешбір адам зардап шекпепті. Тек қаралы хабарды жеткізген домбыраның көмейіне балқыған ыстық қорғасын құйылады. Сол кезден бері домбыраның шанағында тілік, тесік пайда болыпты. Домбыраның әуенімен қазақтың талай күйшілері, ақын жыраулары, сал-серлері музыка әлемінде жыр төгілтіп күй шерткен. Осы мол мұраның жоғалмай халық мұрасы ретінде сақталуына қазақ күй өнерінің мектептері туралы Ахмет Жұбанов, Ақселеу Сейдімбек, Уәли Бекенов секілді ғалымдардың айқындап кеткен зерттеулері қазіргі күйшілік өнерін кәсіби оқыту бағдарламасына мүмкіндігінше енгізілген. Сол себепті
Аталған ғалымдардың күйшілік үрдісті жаңа заманда жаңғырту жайлы жазған еңбектері қашанда маңызды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздер келе жатқан домбыра күні мерекесімен құттықтаймын. Өзім болсам Нәлебек Жақсылық Жақанұлымын. 40 жылдан астам домбыраны сабақ беріп келе жатырмын. Енді сіздерге айтайын деген осы тақырыпта мынау антология шықты. Ұлы Дананың көлі сарыны деген. Бұл кітапты менің орындауымда бір күйі енді. Ахметжан Сармантаевтың «Елушеңі статья» деген күйі бар. Сол енді мұнда. Айтпақшы, мен Домбыра Софт деген компьютерлік программа шығарамын. Сол туралы айтып Иә, сол болғанда 3 елдің программисттері жасады, көмектесті ма жасауға. Россиянікі, Украинанікі. Жоқ, екеу Россиянікі, Украина жасап берді аяғына дейін. Мынау енді қос басқан деген күйі. Аны Монғолия жақтың қазақтардың күйі. Терме қазақ халық поэзиясында қалыптасқан лирикалық өлең түрі. Ғибраттылық мәні бар моралдық идеялар тұрғысынан әр нәрсені теріп айтып, бір нәрседен екінші нәрсеге еркін ауысып отыру термеге тән қасиет. Ол өлең әуен, күй, ән, актер, әнші, сазгерлердің қосылуы арқылы ортақ жаралған көне өнер түрі. Сағындым жексен қолым
qoşu oğlum, müzüktüz jarıp şıkkan qoş şıbığım. 40 yıl ağrağan sorlananның zarını kulağыңды toş şıbığın. 40 yıl ağrağan sorlananның zarına kulağыңды toş şıbığın. Senderge bäsridi bözü jokta, 40 yıl insap жүрмін qozulaqqa. Dayın tur qurtmayыңdan sezemin qoy, bir toyun boladau deb осы жақта. Dayın tur qurtmayыңdan sezemin qoy, bir toyun болады deb осы жақта. Сендерсіз мына қуй қыста екен, баласын жылан жұтқан құста екен. 40 жыл аңыраған үмітімді қалайша қанат қылып ұшпай өтем. 40 жыллар қалаған үмітімді қалайша қанат қылып ұшпай